Ал енді балалар, екінші тапсырманы орындайтын болсам, мысалы 2. Ұзындығы А, ені Б болатын тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен тап дейді. Яғни тіктөртбұрыштың периметрін табуда қандай формулалар қолданамыз, қандай тәсілдер қолданамыз, мен бір соны көрсетейін. Ары қарап бізге 5 тапсырма берілген кітапта, соның 2-ін орындап көрсететін боламын. Ары қарай балалар дәл соған қарап өздерің орындайтын боласыңдар. Жарай ма? Демек, периметрі табу үшін тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енінің қосындысын 2-ге көбейтеміз. Бұл бір тәсіл, олар. Екінші, ұзындығы менен енін қосып, және ұзындығы менен енін қосып та табуымызға болады. Ал үшінші тәсіл, яғни ұзындығын 2-ге көбейтіп, енін де 2-ге көбейтіп, яғни ұзындығы мен енінің 2 еселенгенін қосындысын табуымызға болады. Енді тапсырманы орындап көрсетейін. Дәл осы тәсілменен. Яғни бірінші тапсырмада ұзындығы 4 см, ені 2 см болып тұр. Бірінші тәсіл бойынша ұзындығы 4 см, ені 2 см болса, 4 пен 2-ның қосындысын 2-ге көбейтеміз. Яғни 4 пен 2-ның қосындысы 6, 6 мен 2-ның көбейтіндісі 12 см бұл бірінші тәсіл. Ал екінші тәсіл бойынша, яғни 4 пен 2-ның қосындысы қосамыз, және 4 пен 2-ның қосындысы 6 мен 6-ның қосындысы 12 см. Не болмаса, 4-ті көбейтеміз 2-ге қосылады, 2 мен 2-ның көбейтіндісі. Яғни ұзындығын 2-ге көбейтеміз, және енінде 2-ге көбейтеміз. 4 пен 2-ның көбейтіндісі 8, 2 мен 2-ның көбейтіндісі 4. Яғни 12 сантиметрге тең болады. Дәл осылай 3 тәсілменен орындауымыз керек. Енді екінші тапсырмада ұзындығы 5 см, ені 2 см. Табамыз. Ұзындығы 5 см, ені 2 см. Яғни 5 пен 2-ның қосындысын көбейтеміз 2-ге. 5 пен 2 7, 7 мен 2-ның көбейтіндісі 14 см. Яғни басқа тәсілдерді дәл жаңағы тәсіл бойынша жасайтын боламыз. 5 пен 2-ні қосамыз, яғни ұзындығы мен енін қосып, және ұзындығы менен енін қосамыз. Өйткені тіктөртбұрыштың қарама қарсы қабырғалары тең. Енді үшінші тәсілде ұзындығын еніне көбейтеміз, 2-ге көбейтеміз, қосамыз, енін көбейтеміз 2-ге. 5 пен 2-ның көбейтіндісі 10, 2 мен 2 көбейтіндісі 4, демек 14 сантиметрге тең болады екен. Тағы бір тапсырманы көрсетейін балалар. Ұзындығы 6, ені 2 сантиметр. Қалған 2 тапсырманы осыларға қарап, балалар өздерің орындайтын боласыңдар. Ұзындығы 6 сантиметр, ені 2 сантиметр. Я болмаса, жазып қойымызға болады. Бірінші ұзындығы 6 сантиметр, ені 2 сантиметр, периметрін 5 сантиметр деп осылай жазып алуымызға да болады бірінші. Демек, ары қарап жалғастырамыз. Ұзындығы 6, ені 2 сантиметрге тең. Демек, 6 мен 2-ның көбейтіндісін біз көбейтеміз 2-ге. 8 мен 2-ның көбейтіндісі болады 16 сантиметр. Демек, ал екінші тәсілде 6 менен 2-ның қосындысын, яғни ұзындығы мен енінің қосындысын, ұзындығы мен енінің қосындысына арттырамыз. 8 мен 8-дің қосындысы 16 сантиметр. Және үшінші тәсіл 6 ұзындығын көбейтеміз 2-ге, өйткені 2 ұзындығы бар, тіктөртбұрышта. Және 2 сантиметр енінде 2-ге көбейтеміз, өйткені тіктөртбұрыштан қарама-қарсы жатқан қабырғалар тең болғандықтан, ұзындығы да 2, ені де 2. 6 мен 2-ның көбейтіндісі 12, 2 мен 2-ның көбейтіндісі 4, демек 16 сантиметр.